Ассалаумағалейкум, қадірменді Аси Инсайт YouTube арнасының көрермендері. Бізде бүгін кезекті подкаст және тұрақты спикерлеріміз бір адамға азайды. Дегенмен сол барлығы көз таныс жігіттер. Әлби Басаров және Қайсар футбол клубының баспасөз хатшысы Ерасыл Шәрбек. Қош келдіңдер жігіттер. Көптен бір бас қосқан жоқпыз. Көптен бері футбол тақырыбында әңгіме қозғалған жоқ. Қозғамайтын ретіміз бар, неге өйткені Асекең жақында ғана журналистер арасында үлкен халықаралық турнир өтті. Сол турнирде үздіктердің қатарында болды, финалға шықты, бірақ кішкене жетпей қалды, екінші орын алып қалды. Сол жайында кішкене әңгіме қозғайық. Енді сіз болмадыңыз ғой, әйтпесе сол кешегі 12-ші тур, 11-ші тур талқылап тастауға болатын еді. Енді біз журналистер, Қазақстан журналистер құрамасы жалпы жылда халықаралық турнирлерге қатысып тұрамыз. Негізі Нұрсұлтан Құрман бастаған осы Қазақстан журналистер құрамасы бақ өкілдерінен құралған команда бұл жолы Арменияға аттандық және өте алыс сапар болды. Bir жағы ұшақпен ұштық, 250 километр шақырымдай спринтермен жүрдік, таулы аймақпен. Бұл таулы аймақтың бір ерекшелігі жаңағы 80-нен асырмайды екен жылдамдықты. Иттей болып 4 сағат, 5 сағат жүріп, сол аралықты зорға әйтеуір бағындырдық. Ортада шекара бар, ода 1 сағат тұрасың. Құжат тексерумен сондай сол еңбегіміз ақталып, күміс жүлде жеңіп, сол елге абыроймен қайттық ең бастысы. Білуімше, осынан 1 жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын ба? Грузияда болды. 2 жыл бұрын. 2 жыл бұрын. Сонда 2 жыл сайын болып тұрады бұл турнир. 2023-те жоқ, Грузияда ол Кото Махарадзе деген Кеңес одағының атақты спорт комментаторы. Соны еске алу турнирін өткізеді грузиндер жылда. Ол бір жағы енді достық қарым-қатынас, тәжірибе алмасу, әркімнің қай елде қандай жұмыстар атқарылып жатыр, жалпы бақ өкілдері қалай жұмыс істейді, қандай бағытта дамып жатыр, қандай бағытта бізге өсу керек деген тақырыпта. Нетворкинг десеңші. Сондай бір тимбилдинг, бір жағы жарыс, бір жағы тәжірибе алмасу бір-біріне. Өте тамаша. Біздің турнирді қоя тұрайық. Бірінші осы Қайсардың жағдайына тоқталайық. Болды. Бір құттықтап қояйық. Қайсардың жағдайына тоқталайық. Соңғы бір аптаның ішінде Қайсардың көшбасшы ойыншылары кетеді. Жаңа жыл басында уәде етілген үстеме сыйақылары, бонустар төленбеген деген сияқты біздің бетке ұстар ойыншыларымыздың басқа клубқа ауысу туралы қауесет қаншалықты рас, қаншалықты бұл ақпарат шындыққа жанасады. Енді Ерасыл өзің сол клубтың өкілі ретінде айтып өтсең. Енді бір апта емес, енді оның алдында да біршама өзі бақ беттерін бермейтін болдық. Өзі Қайсар қазір қазақ футболының нағыз пиар командасы болып тұр. Хайп па? Хайп командасы болып тұр. Кеше ана 5 футболшының жаңағыдай несін кейбір спорт порталдары жеке-жеке қылып салды. Айбол Әбікен кетеді екен, Айбар Жақсылықов кетеді екен деген секілді. Кетіп жатыр деді ғой. Иә, кетіп жатыр деп сондай әңгімелер болды. Енді бәрін көзіміз шалды ғой енді. Енді бұл жігіттерді енді былтырдан бастап көріп жатырмыз ғой. Жалпы қуаныш өзі Қызылордада жүргенде 10 жылға жуықтады енді. Бәрін енді былай жақсы танимыз, жақсы білеміз. Айболмен де осы жылдың басынан бастап жақсы қарым-қатынасын байқап жатырмыз. Айбол ашылды Қызылордаға келіп. Енді былай қарап отырсақ, ол жігіттерді енді орта жолдан тастап кететін жігіттер емес команданы. Енді ол спорт порталдарында енді шын керек, енді просмотрды көбейту мақсатында да сондай әсірелеп жіберді. Енді бонус сөздің шыны керек. Бізде енді Қайсар футбол клубында осы уақытқа дейін де жариялап жүрдік. Ең үлкен жалақы бізде 2 миллион теңге тұғын. Енді соған сай енді әр футболшының деңгейіне белгілі бір бонустар жазылған тұғын. Ол енді жасырын емес. Келісім шартында көрсетілген ғой. Иә, келісім шартында көрсетілген. Енді әр футболшының өзінің деңгейіне байланысты. Енді ұлттық құрама сапында ойнайтындай футболшылар аталған есімдер. Енді сол енді күні кешеге дейін енді берілмей келгені енді жасырын емес. Шындық. Қаржылық қиындықтарға байланысты ғой енді. Сол белгілі бір демеушілердің де бір алдын ала келісіміне сәйкес қойылған болатын бұл бонустар. Кейіннен ол демеушілердің тарапынан нақты шешім болмай, осындай қиындықтар туындап, осы кезеңге дейін осы белгілі бір бонустар берілмей келді. Ол бонустар мемлекеттен бөлінген бюджеттен емес, спонсорский ғой. Демеуші тарапынан төленетін бонустар.
енді күні кеше клуб директоры, спорт директоры бар, бірлесе отырып осындай белгілі бір демеушілерден келген ақшадан осындай бонустарды бере бастады. Енді бұл дегеніміз алдағы уақытта 5 футболшы да командада қалады. Жазғы трансферде ешқандай өзгеріс болмайды дегенді білдіреді. Бірақ ешқандай өзгеріс болмағанда да тағы да 2-3 футболшыны аламыз дегенде Бақтияр Артаевтан әңгіме. Жанкүйерлермен кездесуде айтылды ғой. Енді қарап отырсаңыздар, енді қазір Бақтияр Ғарифоллаұлының сол кездесудегі айтқан әңгімесі қазір ойыма келіп отыр. Жалпы Қазақстан легионерлермен проблемалар көп, командада бір айдан кейін басталады деген тұғын. Дәл сол проблема қазір барлық клубта байқалып жатыр. Мысалы, күні кеше жақсы мықты жасақталған Тұранның өзі қазір тарап кетуге шақ қалып тұр. Тұран тарап кетті. 15 футболшы деді ма? Шығып жатырған, енді олар асыра сілтеп жатқан шығар ол жерде. 11-і ма, ол легионер. Атырау полный жіберем деді. Қаржылық жағдай өте жақсы. Елімайдың өзінде де дәл осындай қиындықтар туындап жатыр. Сондықтан қазір қазақстандық футболшылардың қазір сұранысы өзге клубтарда өте жоғары болып тұр. Өйткені барлығы қазір легионерлерден бас тартып осы қазақстандық ойыншылармен екінші кругта ойнауға бел буып жатыр. Сондықтан қазір қазақстандық жақсы ойыншылар қазір бәсеке, өзге клубтардан бәсеке өте көп. Алтыннан қымбат болып тұр ғой. Енді осы нәрсенің барлығы ше негізі сұраныс қой, енді сұраныс тудырады ғой өзі. Осындай бір бәсекелестікке алып келеді деген секілді. Қайсар бастағаннан кейін басталған секілді. Қалай ойлайсыз? Қайсар басталған. Өйткені жаңағы Түркістанның әкімі алмасып кеткеннен кейін ба осы мәселе болып отырғаны, қаражат бөлінбей деген сияқты, мен солай естідім ғой. Жоқ, енді бұл әңгіменің негізгі жоқ, енді облыс әкімдері бір-бірімен сөйлесетін шығар, былай көретін шығар. Қарап отыр Қайсардың жағдайы осындай миллиардпен ақ нормальный жетістікке 9-шы орында тұр, орта қолда. Төмен қолда жүрген, төменгі орында ұшып кетейін деп жүрген командаларға да айтады ғой. Мынанша қаражаттың бәрін салмай-ақ наларда жүр ғой осылайна деген сияқты. Қазақтар ойнасын да одан деп. Иә. Сондай әңгіме болады. Солай болатын сияқты. Негізі бұл әңгіменің науаны өткен жылы күз айында басталды ғой. Келер жылы осы шетелдік ойыншыларға мемлекет тарапынан қаржы бөлуге тыйым салынады деген секілді. Енді сол осы әңгіменің негізінде Қайсар алдын ала жұмыс істеді. Жемісін берді. Көрегенділік жасады негізі. Жалпы біз ренжідік қой енді Қайсарда легионер болмайды екен, қазақ балдармен қалай болады деп. Бірақ бірер күн бұрын заң күшіне енді Қазақстанда легионерлерге, жалпы сырттан келген шетелдік спортшыларға мемлекеттің қаржысынан жалақы төлеуге тыйым салынады деген. Заң күшіне енді заң күшіне енгенге дейін клубтар мемлекеттің ақшасын төлеп келді. Енді маусымнан кейін қызықтың көкесі басталады деп тұр. Алдағы трансферде қызық болады десеңші. Осы кешегі маусымның 14-15-тері заң қабылданды. Оған дейін енді төлейтінді төледі, енді төлемейтіндері енді төлесе, клуб басшысын антикор келді, бауырым, бір мемлекеттің қарсы шетелге төлеп. Премьер лигада 14 команда бар ғой. Соны мен нақты айта аламын. 4 командасы ғана шетелдік ойыншыларға төлей алатындай хәл жағдайы бар. Олар Астана, Қайрат, Тобыл, сосын Ақтөбе, осы 4 клубта ғана. Сосын 5-ші клубта қосуға болады. Дидар Сыдықбек бар ғой, арнайы өзінің бір белгілі демеушілермен осы Атырау футбол клубына қосылып жатыр. Ол 2-ші кругта толықтай легионерлерді осы өзінің демеушілер есебінен төлеуге жұмыс жасап жатыр. Осы 5 клуб қана қазіргі Тұранның жағдайы сияқты қиындықтарға тап болмайтын осы 5 клуб қана. Сол енді бір Дидар Сыдықбек дегенше бір Атырауға барып бір маңдайын беселі болып кеткен сияқты. Өйткені барғалы бір Атырау жеңген жоқ, бірақ ұпай еншіледі-ау Дидар барғалы. Бірақ жағдайын жасап жатыр дейді, өз қалтасына ақша шығарып Атырауға байланысты. Клубқа барын салып жатыр деді ғой. Аяйсың кәдімгідей жанкүйерлердің алдында тұрады, бас салбырап. Кеше барлығын жұмыстан шығу туралы арыз жазыңдар деп кеттім дейді. Енді ол мемлекеттік қызмет емес қой, бастан ұнамай қалсаң арызың жаз кет дейді. Футболшылардың 1 жылдық контрактісі бар, келісім шарт бар. Қол қоймаймын, кетпеймін десе, дым істей алмайды. Өзі қинап шығарып жіберетін болса, FIFA-ға арызданады. 1 жылдық жалақысын келісім шартында не көрсетілген бәрін өндіріп алып, Атырау одан самайын былыққа батып кетуі мүмкін осы орында. Бұл жерде енді жақсы келіссөздердің нәтижесі болуы
мүмкін енді екеуі ара түсіністік танытып. иә енді мына жағдайда енді өзің кете ғой деп жалпайып не қылмаса енді бәріне арыз жаздым деп айтып ол қайдан айтқан. Енді Қайсардың жанкүйерлері қуана берсек болады. Бізге сол 5 басты жүрген, хит болып жүрген, Қайсарды сүйреп жүрген азаматтарымыз ортада қалады. Негізгі құрам ойыншылары. Және де қосылу-қосылмау екі талай. Бірақ енді бірінші лигадан былай қараса болатын сияқты негізі. Жоқ, енді ол кеше бір инсайттар естіп қалдым. Жасұлан Молдақараев келеді деген әңгімені естіп қалдым. Жасұлан Молдақараев 22-сіне келеді Ұлытаумен бірге. Жоқ, сол ойынға ғана келетін шығар, бірақ одан кейін трансферге келеді Қызылордаға деген сияқты. Жасұланға шапан жаппай ма екен? Асхатқа жапқаннан кейін ба? Жасұлан енді Асхаттан да үлкен ғой. Білем ғой. Нағыз ардагер. Енді 26 маусым күні ашылады Қазақстанда жаңағыдай трансфердің терезесі. Енді қазір енді нақты білмеймін, енді дегенмен спорт директоры Мақсат Дүйсенбекұлы қазір өзі де бір қарап жатқан секілді. Мақсат Дүйсенбекұлы Байжанов қой, Байжанов. Танымай жатыр ғой. Біз енді отчествосын айтамыз. Дұрыс. Енді сол әркімнің өз жұмысы ғой, енді қазір енді белгілі бір позицияларда да ойыншылар іздеп жатқан болу керек. Енді оны нақты енді сол трансфер терезесі ашылған кезде білетін боламыз. Жаңағы Молдақараевқа қатысты енді өзіміздің футболшы ғой енді. Соңғы 2 турда Тұранға 6 пай алып берді, Ұлытауға. Ұлытауға. 6 пай алып берді ғой? 3 ойында ма? Жоқ, 2 ойында Ордабасыға салды. 3 ойында 9 пай алып берді. 9 пай. 9 пай алып берді. Жоқ, біреуінде салды ма? 2-ақ гол ғой негізі салған ол кісінің. Оған дейін ол кісінің деп сөйле. Ол кісі. Дұрыс қой ол кісі. Оған дейін Молдақараев алаңға шықса болды, қызыл қағаз алып кетіп жүрді. Жол болмай жүріп енді тәжірибенің тәжірибе. Бірінші лигада не еді ғой? Бомбардир еді ғой көп жылдар бойы. Бірінші лигада көп жөнесе. Жоқ, бірінші лигада жалпы 2013-те болды ғой. 32 ойында 28 гол салып, бірінші лигада бомбардир. Бірінші лиганың тарихында бір сұмдық голдар салды. Одан кейін соңғы бірінші лигада ойнаған ол былтыр сол Ұлытау, оның алдыңғы жылы Оқжетпесте ойнады ғой сол. Оған дейін ол премьер лигада топ клубтарда ойнады, сосын ұлттық құрамада. Негізі сол қызылордалық ойыншылар кім бар өзі атап өтсек, солардың барлығын келер жылы жинап шығарып салсақ. Асхат Тағыберген келем деді кеше. Асхат Тағыберген. Иә, сұхбат ана не деді? Келем деді ғой, бірақ келесі жылы деген жоқ қой енді. Ол әлі бір жоғарғы деңгейде бір-екі жыл ойнап қалуы мүмкін. Солай ма? Иә, сосын мен келесі жылы деп жүрмін уже. Жаңа стадионға бізге енді келесі жылы жұлдызды құрам жинау керек. Шоқан Абзалов деген жігіт. Ол туралы естідім мен негізі. Қайсарға келеді міс деген сыбыстар шығып жатыр негізі. Жоқ, Атырау бәрін қуып жатыр ғой енді. Шоқан неге келмеске? Шоқанның енді жалпы қарым-қабілеті жақсы ғой, жақсы футболшы, қалыптасқан. Қазіргі таңда Қайсарға қосылады десе, ол жергілікті жанкүйерлерді, руководствода қуанбаса, былай ешқандай өкінетін нәрсесі жоқ. Енді Шоқан кез келген моментте қазір шабуылға араласа алатын бабында жүрген ойыншылардың бірі. Енді Атырауда енді тактикалық тұрғыда ойыны жүрмеуі мүмкін, бірақ бізде Кумыковтың тактикасына келемеген. Кумыковтың тактикасына келетін секілді. Қарымта шабуыл. Софтбел сияқты болды, алдап көтеріп Айбар баспен соғып атса, қандай ғажап дейсің ғой. Енді ұлттық құрамаға Айбар мен Айбол шақырту алды да, Айбол жаңағы негізгі құрамаға кірмей қалды. Айбар жаңағы жарақат деді ма, ауырып қалды деді ма, сөйтіп енбей қалды. Иә, Айбар жақсылық енді соңғы бізде ұлттық құрамаға дейін біз кіммен ойнадық қой? Біреумен ойнадық қой төр. Ұлттық құраманың алдында ма? Иә, ұлттық құрама. Өз алаңымызда өткіздік. Жетісу? Иә, Жетісумен 2-2 болатын кезде сол ойында бір күн бұрын сырқаттанып қалды. Белгілі 39 температурасы 39-ға дейін көтеріліп, одан кейін бірден үйіне қайтардық, ем-домын жасап, ұлттық құрамаға көмектесе алмады. Жалпы енді дәрігерлердің қойған диагнозы пневмония болды. Белгілі бір жанды өкпе несі сырқаты. Сол сырқаттың кесірінен сол құрамаға көмектесті. Қазір толық айығып шықты ма? Ертең Ұлытауға ойынға қаншалықты кім дайын емес? Енді бізде кешегі ойындарда біраз жарақаттар болды. Саят Бақтыбайдың аяқ жарақаты бар.
Сынған дейді? Иә, сынды, гипспен жатыр қазір. Одан кейін Дидар Жалмұхан, тізе жарақаты. Дидар Жалмұхан, ой. Күні бүгін Қайсардың бағына туған ұлы болып жатыр ғой биыл. күні бүгін МРТ-ға түсірді, енді ертең жауабы келеді. Ұлытау мен қаншалықты дайын болатыны әлі нақты ешқандай несі жоқ, себебі жоқ. Ұлытауға көмектесе алмаса да, дегенмен Елімайға қарсы шығып қалуы әбден мүмкін. Осы екі ойыншы қазір нақты күрделі жарақат деп айтуға болады. Енді под вопросом. Айбол Әбікеннің де жарақаты бар, жасырын емес. Уколмен шығып жүр ойындарға. Енді Айболдың да енді Ұлытауға көмектесе алады нақты. Қазір Астана қаласында ем-домын жасап, бүгін Қызылордаға оралып жатыр. Айбар шыға ма? Айбар Ұлытауға 100% дайын болады. Кешегі ойынға 50-50 болды. Өйткені оның алдында 10 күндей жаттығу жұмыстарына қатыса алмады. Сосын қуаныш шықпай жүр соңғы ойындар. Қуанышта да тізе жарақаты болды да. Кукава. Иә, сонымен белгілі бір қалалардан емін жасап, Ұлытауға 100% шығуға дайын. Мен енді сіздерден сұрайын, мен енді кешегі жарыста болған кезде Тобыл мен Қайсардың арасындағы ойын кәдімгі сұрапыл сойқан болды дейді. Өте тамаша болды. Жаңа Асқатқа шапан жауып, ойын алдында кәдімгі керемет басталған футбол матчы, соғыс шайқас болды дейді ғой алаңда. Өзің енді әлби жанкүйер ретінде не айтасың Қайсардың ойыны? Жанкүйер ретінде мен күн жақып кетті деп отырдым деп бастады. Көрініп тұр, қарай кетсін десең. Мына жағында орын болмады ма? Жоқ, халық кешкі 20:00-ге қойылғаннан кейін халықтың келуі өте жақсы. Сосын мынау халық жаңағы футболистер шығатын жағы емес, мына беті бар ғой. Қарама қарсы бет. Сол жақта отырсаң әдемі көрінеді негізі пространство бәрі. Біз өзіміз бір орындарды сайлап алғанбыз. Сол жерге барып отырып, трубасы жоқ, кәдімгі көруге ыңғайлы деген секілді тауып алғанбыз сол жерде. Және де арғы беттен түсіріп тұрған камералар да бізді ала алады ше. Ойын қалай жалпы Қайсар? Енді Тобыл мысалы екі құрам шығара алатын сондай Қазақстандағы әлеуеті жоғары клуб. Легионері бар, қазағы бар, кіл мықты сен тұр мен атайын деген ойыншылар. Эль Миссауди жаңағы. Эль Миссауди деген сол жүгіре алмады кеше. Сондай болды ма? Қазір қатты бір ойын шығып соны. Чесноков да жақсы ойнады, бірінші таймда өте қатты ойнады, шабуыл қатты болды. Өтіп кәдімгідей қырғын тепістер болды ғой. Қазір Қызылордаға келетін командалардың көбісінде үрей болатын болды, өйткені Астанада оталмады, Қайратта оталмады. Тобылда кетті. Мен анау журналистердің көбісін несін қарап шығамын ғой. Біткеннен кейін подкасттарын көбісін қарап шығамын. Сонда айтатын әңгімелердің бәрі жалпы Қайсарға барған командалар ұталмайды. Неге? Өйткені олардың полясы нашар дей береді. Соны түсінбедім. Қаншалық нашар, негізі ол шынымен натури нашар ма? Кристал Пэлас қаласында. Сол әңгімелер қатты тарап жүр. Не кезде біз енді барлық стадиондарда барып жүрік қой. Біздің стадион айтайын. Үздік бір 6 команданың стадионына жатады, өйткені стадионнан нашар, полясы нашар болатын болса, ол Атырау неге жеңіске жетпей жатыр дегендей ғой. Бұл жерде жалғыз поля емес әсер етіп жатқан. Ол шеберлігі. Жоқ, соны айтады, соны алға тарта береді. Ой, ана Паласта қалай ойнайсың? Аяғың қызатта бірдеңеде. Мен сізге нақты айтайын. Соларға жауап берші. Қазіргі алаңы бар ғой, енді дұрыс, уақыты келді, ауыстыратын мерзім келді. 2019-да не қылған, салынды. Негізгі бұл синтетикалық алаңдардың негізгі несі уақыты 5 жылдың көлемінде ауыстыру керек қой негізі. Қазір 5 жыл мерзім өтіп кетті да. Десек те бұл алаң жалпы сапасын несі Атыраудан, Павлодардағы стадионнан, сосын Шахтердан, тағы Ұлытауда қалай жезқазғанда? Жезқазған 2 есе жақсы болмаса ол. Жезқазғандікі біздің үйдегі Палас Сол стадиондардан әлдеқайда жақсы. Жалпы реконструкциясында айтатын болсақ, мысалы Павлодардың ішіне кіресіз ғой, мысалы сырты әдемі болғанмен ішіндегі кірсеңіз 80-ші жылдарға тап болғандай, анау бір қою қара жаңағыдай қоңыр есіктері бар, бүйтіп ашқан кезде шиық етіп тұратын. Сондай Атыраудікін ол айтпаса да түсінікті. Менде де бір тараған видео бар, жаңағыдай Атырауда су шашатын несін. Біздің стадионның анау поляның ішінен ортасына шығады ғой, кәдімгідей Европадағыдай су шашып, сосын жаңағы кейбір клубтар келіп, поляға су себілген жоқ деген әңгімен.
үзілістің кезінде ойынның алдында су себуінің кемі жоқ сол алаңға негізі ше. Қайраттың жаңағы бапкері өткенде бір ұта алмай кеткенде поля құрғақ болды, су сеппеді, алаң қожайындар өйтті бүйтті дейді. Бірақ енді өзіміз көріп отырмық қой. Енді сол алаңға байланысты көп әңгіме айтылады. Бірақ енді кеше Нұрсұлтан Құрманның және де түрлі жаңағы не футболдың айналасындағы инстаграмдарда, парақшаларда бәрінде біздің Қайсардың жаңа стадионын мақтап салып жатыр. Бірақ астыңа пікір көрсек, пікірдің бәрі қайтадан негатив. Палас. Неге солай деген сияқты мәселеде. Сол бәрімізді қыжылтады. Бұл жерде агроном мәселесі ғой. Агрономның қазір сұранысы өте жоғары болып тұр агрономның. Жалпы қызметіне сай қаражаты. Күрішін әкеп қойса. Қазақстанда айтып жатыр ғой, Тұранның алаңы жалпы сапасы жағынан Қазақстанда нөмір 1 деп тұр. Иә, украиндық мамандар жұмыс істейді. Түркістанның, иә? Түркістан әрине. Әдемі, иә. Украиндық белгілі бір қаражатқа жұмыс істеп жатыр. Дәл сонда агрономдар біздің Қазақстанда стадиондарға жетпей жатқан сондықтан. Соның салдарынан синтетикаға көп не қылып жатыр ғой. Алматы мен сол Түркістанның алаңы енді теледидардан көріп отқанда-ақ белгілі болады ғой. Негізі алаңның сапасы. Жарайды, енді басқа ойындарға да тоқталып өтсек, өткен тур енді үлкен сенсацияларға толы болды ғой. Ақтөбе ұта алмады, Қайрат Жетісуда сүрінді. 2-2 болды. Ордабасы 1-1 ойнады. Ордабасы 1-1 болды. Тобыл бізбен бір тең түсті. Тек Астана ғана жеңді. Астанамен жеңіс алғашқы жеңісіне жетті, қол жетті. Жеңіс алғашқы. Енді жеңіс ол кеше ғана 15 ойыншысы кетіп қалған Тұранды ұтты ғой. Оны да екінші таймда салды. Тек қазақтармен қалған. Енді қазақтармен қалатын клубтар көбейетін секілді осы бірінші хит болатын сияқты уже. Иә, бірінші айналым аяқталғаннан кейін Қайсар қызық емес оқыған сияқты ма Қайсар? Балалар деп тұр. Қайсар тәжірибелі, өте ойын жүйесі қалыптасқан команда болып қалды осы кезге. Жалпы енді тағы да бір қозғайтын мәселе бар. Осы подкастта қазақстандық клубтардың Еурокубоктардағы қарсыластары белгілі болды. Соған да бір кішігірім тоқталып өтсек. Конференция лигасы. Чемпиондар лигасынан бастайық. Чемпиондар лигасы. Қайрат Олимпия Словения, иә? Словениялық. Олимпия өте жақсы команда. Жыл сайын осы Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңдерінде ойнап жүрген команда. Енді Қайрат бұл жерде 50-50. Екеуінің де былай деңгейіне қарасақ, бірдей секілді. Трансферлік құндары да бірдей екен. Енді сарапшылар сөйтіп бағалап жатыр ғой, 50-50 деп өту. Енді бізде клубтардың арасында ең қиын қарсылас бұл Ақтөбеге түсіп қалды, Легия командасы. Енді мен таңғалатыным, Легия осы конференция лигасының 1-4 ширек финалына дейін жүрген команда, ол қалай бірінші раундтан бастайды деген сұрақ менің көкейімде тұр. Польшаның несі түсіп кеткен шығар рейтингісі УЕФА-дан не? Мүмкін содан, бірақ енді Легияны шынымен конференция лигасының бірінші раундынан көру өте ұят. Астана екінші бастайды. Астана екінші конференция лигада. Астана енді тіс қаққан команда. Енді бірақ жаңағы әлеуметтік желіге шығып жатыр ғой. Ақтөбенің қарсыласы Легия, польшалық Легия деп жатыр ғой. Бірінші коммент оқысам, Ақтөбе Еврокубок үшін рахмет деп жазып қоштасып жатыр Ақтөбемен. Сезонға рахмет. Ақтөбе болдық. Негізі неге қазақстандық командалар көбінесе чемпиондар осындай ойындарда қиын қарсыласқа түсті демей-ақ, бірақ енді қарсыластың бәрі бір ғой. Оң солы жоқ. Жоқ, енді Ақтөбе нау дейтіндей, бірақ ішкі чемпионатта қазір 3 ойын ба қатарынан жеңіске жете алмай жатыр. Ақтөбе жазғы трансферде жоқ. Қайратта соңғы 3 ойын ұтылып қалды. Бір ойын кеше Ақтөбені бірнеше Қайрат Ақтөбеде сұрапыл ойын өткізді, ол да сүрініп жатыр. Иә, сондай болады. Қайрат енді жарақат алған ойыншылардың орнын толықтырып жатыр. Жаңа трансферде жаңағыдай бір Рикардиньо деген бразилиялық ойыншыны алып жатыр. Енді Ақтөбеге де дәл осындай қадам керек секілді, өйткені трансферде күшеймесе Легияға қарсы ойнау өте қиын болады. Оның үстінде жаңағыдай несі бар, чемпионат бар. Сондықтан Ақтөбенің қазіргі құрамы дәл Еврокубокта ойнайтындай. Ақтөбе мен Легияның текетіресінде маған ең қызығы
жанкүйерлердің несі болып тұр. Бізде 13-ші сектор деген Ақтөбенің кәдімгідей жынды нелер бар ғой, жанкүйерлер төбелес іздеп тұратын. Легияда да дәл сондай жарты жоқ, егер мен қарап отырмын, бүткіл ойындардың бәрі біздер сыртта ойнайды екенбіз, сосын қарымтасында өз елімізге келіп ойнайды екен, барлық ойындарды қарасақ та солай екен. Плюс өйткені ответкіде өзін қайтаруға болады. Не болса да барын салып ана жақтан тең түсіп келсе, мына жақтан ұтып жіберуге болады деген. Енді ауа райы да көмектеседі, туған жер көмектеседі дегендей. Енді Ақтөбені де ерте жаңағы қоштасудың қажеті жоқ сияқты, бірдеңе бір. Барша сенсация деген дүние спорттан алыстамайды ғой. Енді алыс жол біріншіден Легия үшін. Ақтөбеге дейін қанша ұшақпен 13-14 сағат ұшып келеді. Одан қалды климаттық не бар, сағаттық белдеу бар дегендей. Негізі шанс бар. Ордабасыға Торпедо Кутаиси грузиялық команда түсті. Жалпы Торпедо Кутаиси қазір өзінің біріншілігінде жақсы келе жатыр. 5-ші орында келе жатқан команда. Ордабасы екеуі бір деңгейлес негізі. Бірақ енді Мартинді негізі былтыр Петрогрупты топтық кезеңге шығарған білікті бапкер, енді соған сеніп отыр. Ордабасының да ойыны қалыптасып келе жатыр негізі. Күн әр тур сайын шабуыл жүйесі, басқа ойыны қалыптасып келе жатыр шыны керек. Енді былай айтамыз ғой, біз қазақстандық командалар сырттағы ойындарда біз Ақтөбе, Ордабасы, Астана деп бөлмейміз просто. Барлығымыз бірге қазақстандық жанкүйер боламыз. Соны айтқымыз келеді. Қайсар қай команда ұтып жатса соған жанкүйеріміз ғой. Енді ұтып жатса кешір. Ордабасы ең болмаса бірінші кругтан өтсе деймін де мен. Жоқ, барлық команда өтсе. Жоқ, барлық команда өтіп Ордабасы өте алмай қалады жылда. Енді осы жол Ордабасының енді үлкен мүмкіндік туып тұр. Сондықтан Ордабасы Торпедо Кутаисимен ойында негізі кішкене бір фаворит. Сосын бізде Тобыл бар ма? Жоқ, Тобылдың Еврокубоктық жолын біз былтыр не қылдық қой. Қайсар кесті ғой. Қайсар кесті. 2-ден ойнатылып қалды соңғы турда. Егер бізді ұтқан жағдайда Еврокубокқа Ордабасының орнына қатысатын. Тобыл жанкүйерлерінен кешірім сұраймыз десең. Тобыл деген. Тобыл биыл дайын еді. Биыл бірақ өте жақсы. Соңғы ойындар әлі не? Тағы қандай командамыз бар? Астана. Астана? Астана ол екінші турдан бастайды ғой. Астана, Ордабасы, Ақтөбе, Қайрат. Астана екінші кезеңнен бастайды. Астананың енді Еврокубокта енді жылда қатысқаннан кейін рейтингі жоғары. Сосын бал беріледі ғой әр клубқа. Сол балдық көрсеткішпен ол жоғары екінші кезеңнен бастау құқығына ие болып отыр ғой. Сосын Астанада енді жазғы трансферде үлкен өзгеріс болады ғой, өйткені Астана құрамында қазақстандық ойыншылардың біршамасы өзге клубтарға ауысады. Енді ұлттық құраманың ойыншылары қосалқы құрамда отырған не қажеті бар? Дұрыс ойнайтын жағына кеткен дұрыс. Менің ойым. Не? Әйтпесе Быстров, тағым бар. Кеңесов, Арман Кеңесов. Енді 26-шы маусымда трансфер терезесі ашылды, сонда неше түрлі қызықты жайттар, информациялар пайда болды. Еврокубоктың айтпақшы Ордабасы мен Торпедо Кутаисидің қарымта ойынына біз барып, Құдай қаласа, Ордабасыға жанкүйер боламыз, осы ұжым бұл. Шымкентке бұйырса Техас фандар бізде барып жанкүйер боламыз Ордабасыға, көршілерімізге. Сондықтан ояқтан да бір влог түсіріп қаларымыз мүмкін бұйырса. Клубтық әлем чемпионатында енді кішкене айта кетейік. Барлық топтан үздік деген командаңыз көрініп тұр. Европалық клубтар шығып, қайтадан чемпиондар лигасы болып кетеді сияқты еткенше. Бір-екі енді Оңтүстік Американың Ривер Плейт, Бока Хуниорс дегендер шығып қалуы мүмкін. Қалғандары сол 1-4 жаңа ширек финалдан бастап чемпиондар лигасына айналады. Бұрындары кім жеңетіні анық еді ғой. Осы жол енді өзіміздің ойымызды ортаға салып кетсек, кім жеңеді? Сен енді өзің фавориттерің. Мен енді бұл жерде жаңағы Баварияны негізге алып отырмын, кеше 10-0 ұтқаннан кейін. Охрен Сити деген құдай, Қайсар ұтады ғой. Қайсар 3-0 болады деші. Кемі. 2,5 бөліш. Баварияға сеніп отырмын. Бавария дейсің ғой. Бавария. Мен Наполидің жанкүйері болғаннан кейін Кварацхелия сол жерде жүр ғой деп PSG-ға кішкене болса отқаным бар. Енді мен айқын фаворит демей қояйын, енді Реалдың осы әлем чемпионатында бір кішігірім ремонтада жасау керек негізі. Хаби Алонсо келді. Хаби Алонсоның талаптары да енді көңілден шығып жатыр. Менің командамда жаяу жүретін футболшы ойнамайды деді ғой.
маған тек жүгіреді. Винисиус па ол Мбаппе ма аттары маған маңызды емес. маңызды емес. Кім жаяу жүреді, ойнамайды. Кім барын салып, жүгіріп, қорғанысқа да, шабуылға да атсалысатын футболшылар Реалдың жейдесін киюге лайықты, қалғандары маған ренжімесін деді ғой. Құрметті iSinside YouTube арнасының көрермендері, осымен біздің бүгінгі кезекті подкастымыз аяқталды. Сіздер назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Біздің арнамызға тілектеріңіз, талаптарыңыз болса, комментарий жазып, лайк басып, бізге тікелей шықсаңыздар болады. Біз сіздердің ұсыныстарыңызды орындауға тырысамыз. Колокольчик дейді ғой. Басып кетсін. Колокольчикті басып жіберіңіздер.